Салем достар, сіздерге қазір интерактивті көрсетуге болатын бір әдісті ойынды көрсететін боламын. Бұл ойын қандай? Мысалы, мына жерде жануарлар тұр, иә? Осы жануарлардың бұл ағылшын тілі бойынша аттарын айтады. Мысалы, оқушыларға тапсырма ретінде берсек болады. Аттарын айтады және одан кейін айтқаннан кейін ашамыз. Мысалы, ағылшынша ат шықты мысалы. Дәл осылай қалғандары да ашылады. Барлық нелер осылай ашылды. Енді дәл осындай тапсырманы құрастырып оқушыларға ағылшын тілі сабағынан немесе басқа сабақтардан көрсетуге болады. Осындай тапсырманы құрастыру үшін қалай құрастырамыз? Оны үшін мен қазір көрсететін боламын. Алдымен бір слайд ашып алайын. Вставка бөліміне кіреміз. Осы жерден қандай төрт бұрышты таңдап аламыз. Одан кейін осыны копировать етіп аламыз. Қасына қоямыз. Одан кейін осы неге бірінші фотоны таңдап аламыз. Google'дан немесе Яндекстен сіздер өзіңізге қажетті фотоны, мынандай фотоларды картинкаларды аласыздар. Бұл картинкалар, негізі фотолар астына мынандай қойылатын фотолар болу керек. Яғни қазір көрсетемін. Мысалы, мынандай несімен қойылатындар. Фотоларды аласыздар, жүктеп аласыздар. Мен жүктеп алдым. Енді мысалы қою үшін не істейміз? Мына вставка бөліміне кіреміз. Рисунктан жаңа жүктеп алған Google'дан немесе Яндекстен жүктеп алған фотоны вставить етіп қоясыз. Мысалы, допты мен жүктеп алдым. Осыны былай тіретеміз. Тіретіп, бірінші төрт бұрышқа қойдым. Осыдан кейін мынау екеуін былай белгілеп алып, группировать етемін. Группировать етіп аламын. Енді ал мына жерге мысалы осы ненің атын жазамыз. Мысалы, ағылшынша. Топтың ағылшынша атын жазамыз. Ағылшын тілінде болатын болса, немесе басқа пәннен болатын болса, өзіңіздің несінше жазсаңыздар болады. Атын жазып алдым. Енді осыны жазып алғаннан кейін мына задний планға басамыз. Осының артына қоямыз. Осыдан кейін жоқ, алдымен негізі анимацияны қойып алайық. Одан кейін артына қоямыз. Бірінші төрт бұрышқа анимация қоямыз. Анимацияны мына жерден дополнительные эффекты входа кіріп, сіздер кез келген мысалы нені қойсаңыздар болады. Мен мына жерде центрофуга деген таңдайын. Анимация біріншісіне қойдым. Екіншісіне қою үшін дополнительный эффект входдан мынаған кіреміз. Жасыл түсі, жаңа мен қызылға кірдім. Енді жасыл түсіне кіріп, осы жерден жаңа таңдағанымды центрофуганы қоямын. Окей. Енді екеуіне де қойып алдым. Мынаны жаңа переднийге қойдым, артына қоямыз. Енді осыны қойып болғаннан кейін мына жерден область анимацияны ашамыз. Область анимацияны ашып, екіншісін после предыдущийге қоямыз. Енді біріншісіне басып, триггерден таңдап, группа 2-ке қоямыз. Одан кейін аны астына бүйтіп қоямыз. Болды. Енді дайын. Дайын. Қазір көреміз. Показать слайд. Текущий слайд. Мысалы, мына допқа бассам, шықты. Осылай шығады. Қалғандарында тура осылай қойып шықсаңыздар болады. Немесе мынаны біз копировать етіп, бұлай қойып, одан кейін өзгерте берсеңіздер, негізі осылай өзгертсеңіздер, өздеріңізге ыңғайлы. Қойып аласыздар. Қатар мысалы қойдым. Осыдан кейін қойғаннан кейін мынаны бүйтеміз, аламыз. Мынаны алып
фотоны өзгертсеңіздер болады. Және артындағы жазуды өзгертесіздер. Өзгертіп алып, өзгертіп қойсаңыздар болады. Одан кейін, мысалы, қалғанын қою үшін бір консервативті алып, барлығын осылай қоямыз. Және жай ғана фотоларын өзгертіп шықса болғаны. Сол кезде осындай мынандай бізде дайын болады. Және интерактивті тақтада көрсетуге ыңғайлы тапсырма құрастырылады.